Мені осы жерге ақпараттық қызметінің жетекшісі шақырып отыр. Сондықтан менің тікелей міндетім осындай қандай жақсы, игілі жұмыстар жасалып жатқанын халыққа жеткізу. Енді айтайық дегеніміз, жаңа IT деп келісіп алғанбыз, ақпараттық технология деп. Ол айтсақ, бұл ақпараттық деген ұғым біздің Қазақстанға 90-шы жылдан бастап кірді, ал қазір ол сол заманнан дамыды. Осы жерде бір нәрсені айтайын дегенім, 1997 жылы Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаевтың мемлекеттік, президенттік ақпараттандыру, орта білімді ақпараттандыру деген бағдарлама іске кіргізген. Содан бастап, міне бүгін мектеп бітіргендер, жаңадан университет бітірген, содан бастап жаңадан 21-ші ғасырға келіп, біздің Қазақстанның IT технологияны қамтамасыз еткен, IT оқыған жігіттер өзімізге бұрын қалай болған? Бұрын бәрін тек Москвадан, не Батыстан ғана алатынбыз бұл бағдарламаларды. Ал қазір біздің қазақстандықтардың өзінің қолынан көп нәрсе келеді. Мысалы, 10 жыл бұрын қандай бағдарламада болса, біз тек қана шетелдік компаниялармен жұмыс істейтінбіз. Ал қазір 10 шақты беделді, абыройлары бар IT компанияларымыз бар. Сондықтан мына қазақстандық софтверлік ассоциацияны құрылуы себебі сол. Қандай мемлекеттік болсын, қоғамдық болса, сұраныс болса, оны жасауға біздің жігіттердің қолынан келеді. Екінші айтайын дегенім, қазір 21-ші ғасырда, бұрын 20-ші ғасырда біздің қазақ халқымызға жаңағы техниканы егер тракторист бол, машинені жүргізді үйретуші, мен өзім ойлаймын, қазір біздің жастарды, балаларды жаңа заманына лайықты осы IT технология, IT индустрияға еңбек ететін адамдар шақыру керек. Ол үшін ең бірінші біздің жастар, балалар білім жағына мықты болу керек. Неге десеңіз, IT технология осы заманның, бұлай қаласақ, бұрын қазақтар атқа мініп тұлпарды армандаушы еді, сол тұлпар IT технология. А оның үстінде жүру жаңағы, сол тұлпармен мақсатқа жету, сол біздің қазір дүниежүзілік жетістіктерін қолға алып, оны игеріп, соны халық үшін тиімді еңбек істеу керек деп ойлаймын. Университеттерде IT технология туралы факультеттер ашылды, кафедралар ашылды. Сөйтіп 10 жылдың ішінде біз өзімізді білікті, керекті мамандармен қамтамасыз алдық. Енді қазір мына қандай сала болса, компьютерсіз жоқ. Мысалы, компьютер бізде былай болды ғой, бұрын қазақтың ойлайтынбыз, бізге айтатынбыз, көшпелі халық болдық, біз малымызды бағып жүрдік, сол мал бізді асырайтын жақсы болатын. Қасымызда басқа мемлекеттер, олар отырықшы болды да, олар жаңағы завод, фабрика жаңағы жасап басқаша жүрді. Бірақ заман өзгерді. Қазір далада жай барақат жүріп мал бағатын заман өтті. Ал бірақ компьютер бұрын керемет қол жетпейді, машинемен құны бірдей болатын нәрсе, компьютер бүгін ыдыс-аяқ ретінде, жаңа қару ретінде үйге кірді. Ал енді олсыз онда игеру керек. Қазір мал бағудың өзі де компьютер керек. Малдың өзінің жаңағы бұрын таңба салушы еді. Қазір су беру бәрі керек. Сондықтан егер компьютерді білмесе, біз далада қалағанбыз. Оны Абай бабамыз айтып кеткен бір заманда. Қараңдар, қасымыздағы орыстарға күлуші қалалар салды. Қасымыздағы сарттап өзбектерді мазақтаушы, олар сауданы жүргізіп. Ал біздің бүгінгі қазақ еліне ең бірінші талабы ол жаңағы ақпарат технологияны жақсылықты игеру керек, білу керек. Мен күмәнданбаймын, мысалы 2000 жылы Москвада өткен балалардың ішінде IT технологиядан, ол уақытта по информатизация дейді, ақпараттандыру туралы олимпиада өткенде Қазақстан бірінші орын алған.
екінші орын ешкімге бермеген, үшінші орын ешкімге бермеген. Сондай керемет біздің балаларымыз. Ол екінші мәселе, қазір біздің ең жақсы балаларымыз бәрі шетелде, Москвада, Америкада. Ал бізге ол балалар о жаққа кетпеу үшін осы жақта жағдай жасау керек. А жағдай деген не? Ол ең бірінші біздің күллі мекемелеріміз, күллі мына жұмыс істейтін завод, фабрикалар жаңа заманға лайықты технология алу керек. Біз қалып отырғанымыз содан ғой. Ал ең қандай кәсіп болмаса да, ең басында қазір ақпарат технологиялары тұр. Үлкен самолетті Боинг, жаңағы не басқаға 2 адам отырады ғой, 3 адам летчик. Ол кәсіпкерлікте де тура солай болып тұр жағдай. Сондықтан мен ойлап отырмын, міне қазір осындай өте жақсы жағдайға келіп отырмыз. Біз осыдан айырылмауымыз керек. Сондықтан біздің мына ассоциациямыздың ең бірінші мақсаты біздің халық үшін еңбек ету керек. Мына жаңағы ауыл шаруашылық жұмыс істеу керек. Мына кішкентай кәсіпкерлер орындарға бағдарлама жазу керек. Ол үлкен соларға нетсек, ертең олардан қайтадан біздің тек қана еліміз экономика жағынан мықты болуы, экономика жағынан тәуелсіз болу керек. Бұл тәуелсіз дегеннің көзі біздің ақпарат технологиялары жатыр. Бізде 10 жыл бұрын кәсіпкерлік дегенді профтех керек жоқ деп жауып тастаған. Соң кейін қателігін түсініп, заман керек болып жатыр. Мысалы, ауылда мал бағу дейік, или жер жыртудың технологиясы болу керек. Бұрын ол үшін не істейтін? Адам көктемде бізді неге апаратын, айтады, міне трактор жер жыртып жатыр. Одан кейін күзде нетіп жатыр деп. Оның ішінде мынау трактор, одан кейін оның үшін арттан жер жыртатын деп көрсететін. Оның бәрі керек жоқ қазір. Қазір ақпарат технология арқасында барлығын компьютерді көрсету керек. Жай көрсету емес, еще түсіндіру бар. Қандай трактордың қалай істейді, ол не істеу керек. Бәрі қандай сұрақ болса, оған жауап бар. Сондықтан ол тек қана білім емес, ол біздің білімдің сапасын көтереді. Жаңағы бір класста отырған балалар ертең далаға шыққанда, жаңағы жер шыққа, мынау қой екен, мынау жылқы екен, уже біліп отырады. Мал, мысалы өзіміз қазір не жасап жатыр, қазақтың дәстүрі бойынша малды қалай сою керек, қалай нету керек. Оның ішінде басты кімге беру керек, жан басты кімге беру керек. Соның бәрі күлуге болады, бірақ бұның ақпарат технологияның арқасы.